Қайырлы күн достар. Бүгін мен бауыр қосылған бәліштер жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен мен малдың өкпе бауырын қайнатып пісіріп, содан соң ет тартқыштан өткізіп дайындап алдым. Және оған майдалап туралған пиязды, қайнатылған күрішті және дәміне қарай тұз бұрышын салып, дәмін келтіріп, салмасын дайындап алдым. Және де шамалы су құюды да ұмытпаймыз. Содан соң ашытпалы қамырымызды алып, бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Мен ашытпалы қамырды жай ғана суға тұз және ашытқы салып, жұмсақ етіп иледім. Қамырмен жұмыс жасаған кезде қолыңызды міндетті түрде шамалы майға малып алған дұрыс. Сонда жұмсақ қамырмен жұмыс жасау оңайырақ болады. Және де бөлшектелген қамырлардың барлығын осылай жайып, ішіне салмасын салып, формаға келтіріп аламыз. Өзіңіз қалағандай формаға келтірсеңіз болады. Мен осындай дөңгелек етіп жасағанды ұнатамын. Барлық бәліштердің салмасын салып дайындап болған соң, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Содан соң қызып тұрған майға бәліштерімізді баяу отта екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Баяу отта пісіру өте маңызды, себебі ол тез пісіп кететін болса, қамыры шикі болып шығуы мүмкін. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтеріліп, қып-қызыл болып пісіп шықты. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.